Ирина Петровна өзін толықтай жұмысқа арнаған табысты бизнес-вумен еді. Ол күйеуі Сергеймен 5 жыл бұрын отбасын құрған. Балалары болмаса да екеуі бір-бірін жақсы көріп, барлық күш-жігерін ортақ бизнеске жұмсады. Жылдар бойы олардың компаниясы өсіп, табысы арта түсті. Қызметкерлері көбейіп, жаңа келісім шарттар жасалып жатты. Барлығы керемет көрінетін. Бірақ бір күні таңертең кеңсеге қаржы полициясының қызметкерлері келді. Бізге сіздердің компанияларыңыздың қаржылық қызметіне қатысты ақпарат түсті. Тексеру жүргіземіз, деді тергеуші. Ирина мен Сергей абдырап қалды. Олар ешқандай заң бұзбадық деп ойлайтын. Бірақ тексеру басталған соң құжаттар тәркіленіп, есепшоттар уақытша бұғатталды. Күндер өткен сайын жағдай қиындай түсті. Серіктестер қоңырау шалмай қойды, кейбір клиенттер келісім шарттарды тоқтатты. Бір күні тергеушілер күмәнді аударымдарды анықтады. Құжаттарға қарағанда компаниядан үлкен көлемдегі ақша белгісіз фирмаларға аударылып отырған. Ирина шок болды. Бұл қалай мүмкін? Мен мұндай төлемдерді көрген жоқпын, деді ол. Сергей де таң қалғандай көрінді. Алайда тергеу жалғасқан сайын күтпеген жайт анықталды. Компанияның бас бухгалтері бірнеше жыл бойы жалған фирмалар арқылы ақша шығарып отырған екен. Ол барлық құжаттарды өте мұқият жасырғандықтан ешкім күмәнданбаған. Қаржы полициясы дәлелдерді жинап, бухгалтер қамауға алынды. Компанияның заң бұзушылыққа қатысы жоқ екені дәлелденген соң, барлық шектеулер алынып тасталды. Бірақ бұл оқиға Ирина мен Сергейге үлкен сабақ болды. Олар әр құжатты жеке бақылауға алып, бизнесті басқару жүйесін толық өзгертті. Ал бірнеше айдан кейін тағдыр оларға тағы бір тосын сый дайындап қойған еді. Тергеу барысында күтпеген жағдай орын алды. Бастапқыда барлық кінә бас бухгалтерге артылады деп ойлаған Ирина Петровна шындықтың әлдеқайда ауыр екенін білді. Қаржы полициясы жаңа дәлелдер тапты. Белгілі болғандай, күмәнді аударымдар бірнеше жыл бойы жүргізіліп келген. Ал құжаттардың көпшілігінде Иринаның электронды қолтаңбасы тұрған. Ирина өзінің ештеңе білмейтінін айтып ақталды. Мен бұл құжаттарға қол қойған жоқпын. Біреу менің атымнан жасаған, деп қайталай берді. Бірақ сараптама оның кінәсіздігін бірден дәлелдей алмады. Сот басталды. Ең ауыр соққы сот залында болды. Бас бухгалтердің берген жауабынан кейін Сергейдің де бұл іске қатысы бары анықталды. Ирина күйеуінің өзін қорғайтынына сенімді еді. Бірақ Сергей көзін төмен түсіріп отырды. Көп ұзамай тергеушілер оның бухгалтермен бірнеше жылдан бері жасырын байланыста болғанын анықтады. Екеуі компанияның ақшасын шетелдік есепшоттарға шығарып, кейін бірге кетуді жоспарлаған екен. Ирина бұған сене алмады. 5 жыл бірге тұрған адамы, сенген серіктесі оны құрбандыққа шалған еді. Сот Иринаға да жаза тағайындады. Оның кінәсіз екенін дәлелдейтін құжаттар жеткіліксіз болды. Үкім оқылған күні әйелдің бүкіл әлемі құлағандай болды. Ал Сергей мен бухгалтер елден кетіп үлгерді. Түрмедегі алғашқы айлар Ирина үшін өте ауыр өтті. Ол тамақ ішпей, ешкіммен сөйлеспей қойды. Күн сайын бір ғана сұрақ мазалайтын. Неге? Стресс пен күйзеліс денсаулығына әсер етті. Бірнеше рет аурухана бөліміне жеткізілді. Түрмеге түскеннен кейін Ирина Петровнаның өмірі күрт өзгерді. Бұрын қымбат кеңседе жұмыс істеп, ондаған қызметкерді басқарған әйел енді тар камерада отырды. Алғашқы апталарда ол ешкіммен сөйлеспеді. Түнде ұйықтай алмай, күндіз тамақтан бас тартатын. Күйеуі Сергейдің сатқындығы мен соттағы әділетсіздік оның жанын жегідей жеді. Бірнеше айдың ішінде Ирина қатты арықтап кетті. Бұрынғы салмағынан айырылып, шамамен 40 келіден сәл ғана асатын хәлге жетті. Айнаға қараған сайын өзін танымайтын. Кейбір сотталғандар оның бұрын бай кәсіпкер болғанын біліп, келемеждей бастады. Міне, бизнес-вуменнің күні де келіпті деп күлетін олар. Кейде оның заттарын жасырып қоятын, кейде әдейі жанжал шығаруға тырысатын. Бір күні асханада бірнеше әйел оның жолын бөгеді. Сен өзіңді бәрінен жоғары санайсың ба? Деді олардың бірі. Ирина үндемеді. Ол жанжалдан қашуға тырысты. Бірақ әлсіздігі мен күйзелісі оны оңай нысанаға айналдырған еді. Сол кезде камерадағы егде жастағы әйел араласып, оған тиіспеңдер. Әркімнің өз қайғысы бар, деді.
Осы оқиғадан кейін Ирина алғаш рет түрмеде өзіне жаны ашитын адамдардың да бар екенін түсінді. Жалғасы. Түрмедегі күндер бір сарынды әрі ауыр өтетін. Ирина Петровна әлсіреп, арықтап кеткеніне қарамастан, ішкі күйзелісін ешкімге білдірмеуге тырысатын. Бірақ бір күні оның жағдайы күрт нашарлады. Басы айналып, әлсіздік күшейіп, ас ішкісі келмей қалды. Түрме медбикесі оны тексеруге жіберді. Көп ұзамай дәрігерлер тексеріс нәтижесін айтты. Сіз 2 қабатсыз, деді дәрігер салқын дауыспен. Ирина алғашында түсінбей қалды. Құлағына сенбеді. Бұл мүмкін емес, деді ол дірілдеп. Менің жағдайым мынадай болып тұрғанда қалай? Бірақ диагноз расталды. Ол жүкті еді. Сол сәтте оның ішіндегі барлық сезім араласып кетті: қорқыныш, үміт, қуаныш пен үрей. Баланың әкесі Сергей. Енді оның алдында ең ауыр сұрақ тұрды: бұл баланы қалай аман алып қалуға болады? Түрме әкімшілігі оның жағдайын ескеріп, дәрігер бақылауына ауыстырды. Бірақ камерадағы кейбір әйелдер мұны естігенде түрлі реакция көрсетті. Түрмеде де бақыт тауып үлгерген бе? Деп келеке қылғандар да болды. Бірақ енді Ирина үшін бәрі өзгерді. Ол бұрын өмір үшін емес, тек ауыр күндерді өткізу үшін өмір сүрсе, енді ішіндегі кішкентай жан үшін күресуге тиіс болды. Сол түнде ол терезеге қарап ұзақ отырды. Мен тірі қалуым керек, деп сыбырлады ол. Сен үшін. Ал сыртта, бостандықта біреу оның тағдырын қайтадан бұзуға дайындалып жатқан еді. Иринаның жүкті екені анықталғаннан кейін түрмедегі өмірі біршама өзгергенімен, жалғыздық пен қорқыныш бәрібір жанын жегідей жей берді. Ол енді тек бір нәрсеге сенетін: сыртта біреу шындықты іздеп жатқан шығар. Сол адам оның әкесі еді. Иринаның әкесі көп жылдан бері қарапайым, сабырлы адам болатын. Қызымен бұрыннан араласы суып кеткен емес, бірақ ол оның бизнес әлеміндегі үлкен жетістіктеріне араласпайтын. Ирина сотталғанын естіген күні ақ ол қатты күйзеліске түсті. Бірақ көз жасына ерік бермей, бірден әрекетке көшті. Мен қызымның кінәсіз екенін білемін, деді ол өз-өзіне. Ол адвокаттар іздеп, құжаттарды қайта тексере бастады. Ескі таныстарын, архивтерді, банк жазбаларын ақтара бастады. Күндіз-түні демалмай, әр детальды іздеді. Тақырып: суық қабырға артындағы үнсіз трагедия. 7 айлық жүктілігінде Ирина Петровна түрменің аурухана бөліміне жеткізілді. Кеш түскен. Терезеден соққан суық жел ескі ғимараттың қабырғаларын ызыңдатып, ішке үрейлі тыныштық орнаған. Аурухана бөлмесі суық, жарығы бозарып жанып тұрды. Металл кереует ақ түсті, бірақ ескірген төсек жайма бәрі жансыз, жанға жылу бермейтіндей. Ирина ауыр тыныс алып жатты. Қасында акушер мен кезекші дәрігерлер асығыс қимылдап жүрді. 7 айлық жағдайы ауыр, деді біреуі бәсең дауыспен. Сыртта қар аралас жаңбыр жауып тұрды. Терезеге соғылған тамшылар бөлмедегі үнсіздікті одан сайын ауырлата түсті. Ирина есін жиып жауып жатты. Құлағына тек дәрігерлердің дауысы ғана естілетін. Тезірек. Қысым түсіп бара жатыр. Сосын бәрі бір сәтке тынышталып қалғандай болды. Акушер әйел төмен қарады. Дауысы қатты шықпады. Бала шетінеп кетті. Сол сөз бөлмеге мұздай болып кірді. Ирина көзін ашып үлгерді. Бірақ ештеңені анық түсінген жоқ. Тек бір түрлі ауыр тыныштық. Менің балам қайда? Деді ол әлсіз дауыспен. Дәрігерлер көзін тайдырып, үнсіз қалды. Біз қолдан келгеннің бәрін жасадық, деді акушер салқын үнмен. Ирина бәрін тұман сияқты көріп жатты. Денесі әлсіз, жаны босап бара жатқандай. Бірақ ол бір нәрсені білмеді. Сол сәтте, дәл сол аурухана дәлізінде құпия түрде құжаттар ауыстырылып жатқан еді. Біреудің бұйрығымен. Бала туралы нақты тіркеу жасалмады. Ешқандай толық акт көрсетілмеді. Тек бір-ақ қағаз өлі туған деген белгімен жабылды. Ал шын мәнінде. Бөлмеден тыс жерде бір дәрігер телефонына сыбырлап сөйледі. Иә, жоспар бойынша. Баланы алып кетті. Енді бәрі жабық. Сол кезде суық жел дәліз бойымен өтіп, есікті сықырлатты. Ирина болса көзін ашып, бос төбеге қарап жатты. Ішіндегі бір нәрсе үзіліп қалғандай. Ал сыртта белгісіз көлік қараңғыға сіңіп кетіп бара жатты. Босанғаннан кейінгі бөлме бұрынғыдан да суық көрінді.
Терезеден кірген бозғылт жарық қабырғаларға әлсіз ғана түсіп, ішкі кеңістікті одан әрі жансыздандырып жібергендей. Ирина есін жиғанда ең алдымен ауыр денесін сезінді. Бүкіл тәні әлсіреп, қолын көтерудің өзі қиын еді. Басы тұманданып, көз алды анық көрінбей тұрды. Бірақ жүрегінде бір ғана ой болды. Бала. Даусы шықпай қалды. Құрғақ ерні әрең қимылдады. Бөлмеде тұрған акушер мен кезекші дәрігер бір-біріне қарап көздерін тайдырды. Сол үнсіздік ең ауыр жауап еді. Ақыры акушер салқын үнмен айтты. Бала тірі қалмады. Сол сөз бөлмеге мұздай болып жайылды. Ирина бір сәтке бәрін түсінбей қалды. Сосын ғана шындық санаға жеткендей болды. Кеудесі тарылып, демі жетпей қалды. Көзінен жас та шықпады, тек қатып қалған шок. Жоқ деп сыбырлады ол. Мен сездім, ол тірі еді. Бірақ ешкім жауап берген жоқ. Бөлмедегі аппараттардың дыбысы ғана естілді, пип-пип, жүрек соғысы сияқты, бірақ оның емес. Ирина бір сәтте бәрін жоғалтқанын сезді. Бала оның ішіндегі соңғы үміті еді. Енді ол да жоқ. Денесі босап қалғандай болды. Тіпті ауырсыну да сезілмей қалды. Тек ішкі бір тұңғиық. Сол сәттен бастап оның көзқарасы өзгерді. Бұрынғы қорқыныш, әлсіздік біртіндеп қатып қалған үнсіздікке айналды. Оны палатаға қайтарғанда ол терезеге ұзақ қарады. Сыртта суық жел қарды ұшырып, темір қоршауға соғылып тұрды. Ирина ішінен сыбырлады. Мен бәрібір шындықты білемін. Бірақ ол білмейтін бір нәрсе бар еді. Ауруханадағы құжаттар қайта ауыстырылып, бір қолхат жасырылып жатқан. Ал оның баласының тағдыры ресми түрде мүлде басқа адам атымен тіркеліп кеткен. Ирина үшін бұл тек қайғы емес еді. Бұл енді басталатын күрестің ең ауыр нүктесі болатын. Жалғасы. 5 жыл. Түрменің тар қабырғалар ішінде өткен 5 жыл Иринаны мүлде басқа адамға айналдырған еді. Бұрынғы сенімді, жарқын бизнес-вуменнен тек көзі мұңға толы, үнсіз әйел ғана қалғандай. Шығар күнде келді. Темір есік ауыр сықырмен ашылғанда, Ирина алғаш рет еркін ауаны терең жұтты. Бірақ бұл еркіндік қуаныш әкелмеді, ішкі бос кеңістікпен араласқан ауыр тыныштық еді. Қолында ескі сөмке ғана. Киімі қарапайым, жүзі бозарып, көзінің астында ұзақ жылдық шаршау ізі қалған. Ол такси ұстап әкесінің үйіне қарай бет алды. Жол бойы терезеден сыртқа қарап отырды. Қала өзгерген. Адамдар асығып жүр, өмір тоқтамаған. Ал оның өмірі сол 5 жыл бұрын тоқтап қалғандай. Көлік ескі үйдің алдына келіп тоқтады. Міне, деді жүргізуші. Ирина үнсіз түсті. Үй бала кезінде жүрген үйі. Бірақ қазір ол бөтен сияқты көрінді. Қақпасы сәл ескірген, бояуы кетіп қалған. Ол қақпаны ашып, ішке кірді. Аулада үнсіздік. Ешкім жоқ. Жүрегі бір түрлі ауыр соқты. Ол бірнеше қадам жасап, есікке жақындады. Әке деп әлсіз дауыспен шақырды. Жауап жоқ. Есік жартылай ашық тұр. Ирина ішке кірді. Үй іші суық. Жарық аз. Терезелер жабық, перделер қозғалыссыз ілулі. Әке. Даусы сәл қаттырақ шықты. Бірақ тек үнсіздік. Ас бөлмеге өтті, бос. Қонақ бөлме бос. Барлық жерде бір түрлі тастап кеткен күй. Үстел үстінде шаң басқан бірнеше қағаз жатты. Ирина қолымен ұстап көрді. Әкесінің жазуы. Қызым, мен сені күтіп жүрдім. Бірақ соңғы кезде қауіп күшейді. Егер мен болмай қалсам, шындықты іздеуді тоқтатпа. Иринаның қолы дірілдеді. Әке, қайдасың? Деді ол сыбырлап. Сол сәтте үйдің ішіндегі ауыр тыныштық одан да қоюлана түсті. Ол енді түсінді, оны ешкім қарсы алмады. Өйткені бұл үйде енді оны күтіп отырған ешкім жоқ еді. Ал сыртта жел терезені сықырлатып, ескі үйді одан сайын суық етіп тұрды. Ирина жалғыз қалды. Бірақ оның ішіндегі бір нәрсе сол сәтте оянды, жоғалтқанның бәрі үшін жауап іздеу. Ирина әкесінің үйінде үнсіз тұрып қалды. Суық бөлме, шаң басқан жиһаздар, бос қабырғалар, бәрі оның жүрегіндегі бос кеңістікті одан сайын ауырлата түсті. Кенет артқы есік сықыр етіп ашылды. Ішке жасы үлкен әйел кірді. Бетінде шаршау, көзінде үрей бар, бұл оның өгей анасы еді.
Ол Иринаны көрген сәтте тоқтап қалды. «Сен шықтың ба?» деді бәсең дауыспен. Ирина бірден жақындады. «Әкем қайда? Не болып кетті? Неге үй бос?» Өгей анасы көзін төмен түсірді. Бірнеше секунд үнсіз тұрды. Сосын ауыр күрсінді. «Сен кеткен соң ол көп шыдамады, ауруы күшейді», деді ол әрең естілер үнмен. «Ол қайтыс болды». Ирина орнында қатып қалды. «Жоқ, бұл мүмкін емес», деді ол сыбырлап. Өгей анасы сөмкесінен ескі конверт шығарды. «Ол саған хат қалдырған, бірақ оны саған бермеуді сұраған еді, жағдай тынышталғанша», деді ол. Ирина қолы дірілдеп конвертті алды. Конверт сарғайған, бірнеше рет ашылып жабылғаны көрініп тұрды. Ол оны ашты. Ішінен әкесінің таныс қолжазуы шықты. «Қызым, егер бұл хатты оқып отырсаң, демек мен сені күтіп үлгермедім». Иринаның көзінен жас үнсіз тамды. Ол оқи берді. «Мен шындыққа тым жақындадым. Сергей мен бухгалтердің ісі әлі аяқталмаған. Ең қорқыныштысы, сенің балаң туралы да бәрі таза емес». Ирина селк ете қалды. Жүрегі қатты соғып кетті. «Егер маған бірдеңе болса, бұл хатты тек сенің қолыңа берсін», дедім. «Бар шындықты тек сен ашуың керек». Бөлме іші одан сайын суып кеткендей болды. Ирина хатты кеудесіне қысып көзін жұмды. Әкесі жоқ. Бірақ оның артында қалған шындық енді Иринаның мойнында еді. Ал сыртта түн қоюланып, жел үй терезесін ұрып тұрды. Ирина хатты қайта-қайта ұстап, саусақтары дірілдеп тұрды. Әкесінің соңғы сөздері жүрегіне ауыр тас болып түсті. Өгей анасы үнсіз ғана жанында отырды. «Оқы, соңғы беті бар», деді ол бәсең дауыспен. Ирина конверттің ішін қайта ақтарды. Шынында іште бүктелген тағы бір қағаз бар екен. Ол ашты. Бұл жолы әкесінің қол жазуы одан да асығыс, толқып жазылғандай. «Сенің балаң тірі». Ирина демі үзіліп кетті. Көздері бір нүктеге қадалды. «Ол өлген жоқ. Маған келген құжаттар жалған болған. Бәрін жасырып тастаған. Балаңды ауруханадан алып кетіп, басқа отбасыға берген». Иринаның қолы қалтырап кетті. Не дейсің?» деп сыбырлады ол. Ол хатты оқи берді. «Мен оның ізіне түстім. Баланы асырап алған отбасының мекен-жайын таптым. Бірақ мені бақылап жүрген адамдар бар екенін сездім. Егер мен үндемей қалсам, демек кеш». Төменде әкесінің қолымен жазылған адрес тұрды. Ирина адреске ұзақ қарап қалды. Кеудесі тарылып, тынысы жиілей түсті. «Ол тірі, менің балам тірі», деді ол, сенбей. Көзінен жас тоқтамай ағып жатты. Бірақ бұл жолы ол қайғы жас емес еді, бұл үміт пен қорқыныш аралас сезім болатын. Өгей анасы орнынан тұрды. «Әкең соңғы күндері тек осыны қайталап жүрді. Қызым білгені дұрыс дейтін», деді ол. Ирина хатты кеудесіне қысып, бір қадам артқа шегінді. 5 жыл бойы ол баласын жоғалттым деп өмір сүрген еді. Ал шындық мүлде басқа болып шықты. Енді оның алдында бір ғана мақсат бар еді. Баламды табу. Ал сыртта қараңғы аспан астында жел күшейіп, жаңа басталатын күрестің хабарын жеткізгендей еді. Ирина хаттағы соңғы жолдарды қайта-қайта оқыды. Әр сөз миына кірген сайын жүрегі ауырлап, тынысы тарылып бара жатты. «Сенің балаң тірі». Сол сәтте бөлме айналып кеткендей болды. Қолындағы қағаз дірілдеп, еденге түсіп кетті. Ирина бір қадам жасамақ болды, бірақ аяқтары көтермей қалды. «Жоқ, бұл мүмкін емес», деді ол сыбырлап. Көз алды қарауытып, құлағына тек әкесінің дауысы жаңғырып тұрғандай болды. 5 жыл бойы балам өлді деп өмір сүрген, әр күнін бос қайғымен өткізген әйел үшін бұл шындық тым ауыр еді. Ирина орнынан ұстай алмай, сұлқ етіп еденге отырып қалды. Өгей анасы жанына жүгіріп келді. «Ирина, есіңді жи», деді ол абыржып. Бірақ Ирина оны естімеді. Көзінен үнсіз жас ағып жатты. Бұл жылау емес еді, ішкі әлемінің құлап жатқан сәті болатын. Мен оны өлді деп ойладым», деді ол әрең. Бірақ енді бәрі өзгерді. Сол сәтте оның ішінде бір нәрсе үзіліп кетті де, орнына басқа сезім келді, ашу. Терең, суық, тоқтаусыз ашу. Ирина қолын еденге тіреп, баяу тұрды. Көзіндегі әлсіздік жоғалып, оның орнына қатал шешім пайда болды. «Жоқ, мен енді тоқтамаймын», деді ол сыбырлап.
Өгей анасы үнсіз қалды. Оның алдында енді бұрынғы Ирина емес еді. Бұл жоғалтқан баласын қайтаруға дайын әйел болатын. Ирина үстел үстіндегі адреске қарады. Сол сәтте ол үшін әлемде тек бір ғана мақсат қалды. Мен сені табамын қайда болсаң да. Ол үйден шыққанда жел бетіне соқты. Суық ауа терісін тіліп өткендей болды, бірақ ол сезген жоқ. Өйткені енді оның жүрегінде қорқыныш емес, күрес басталған еді. Бұл жай іздеу емес. Бұл 5 жыл бойы ұрланған өмір үшін, өтірікпен жасырылған шындық үшін, және жоғалған баласы үшін басталған соғыс болатын. Ирина хаттағы адреске бірден бармады. Алдымен ол өз-өзіне келіп, бар күшін жинап алуды түсінді. Ішіндегі ауыр жара әлі де ашық еді, бірақ енді оның орнына бір ғана ой тұрды: баласын табу. Көп ұзамай ол қаланың шет жағындағы ескі ауданнан шағын орын жалға алды. Бұл үлкен бизнес емес, шағын ғана жұмыс орны еді. Бірақ Ирина үшін бұл жаңа өмірдің бастауы болды. Мен қайтадан бастауым керек, деді ол өзіне өзі. Басында ешкім сенбеді. 5 жыл түрмеде отырған, бәрінен айырылған әйелдің қайта бизнес ашуы оңай емес еді. Бірақ Ирина тоқтамады. Ол шағын дүкен ашты, өзі жұмыс істеді, өзі тазалады, өзі сатып алушы қабылдады. Күндер ауыр өтті, бірақ ол шаршағанын көрсетпеді. Бір күні кешке есік алдына шамамен 10-11 жастағы бала келіп тұрды. Жүзі таныс сияқты, бірақ Ирина бірден тани алмады. Бала ұзақ қарап тұрды да, ақырын ғана: «Сіз Ирина Петровнасыз ба?» деді. Ирина селк ете қалды. «Иә, менмін». Бала сәл кідіріп қолындағы кішкентай қағазды ұсынды. «Маған осы мекен-жайды берді. Егер бір күні осы жерге барсаң, шын анаңды табасың», деді. Иринаның қолы дірілдеп кетті. Ол қағазды ашты. Бұл әкесінің жазып кеткен сол адрес еді. Көз алды тұманданып кетті. Сен кімсің?» деді ол сыбырлап. Бала жерге қарап тұрып: «Мен сіздің ұлыңызбын». Сол сәтте дүние тоқтап қалғандай болды. Ирина не күлерін, не жыларын білмеді. Тек жүрегі қатты соғып, денесі қалтырап кетті. Ол баяу тізерлеп отырып, баланың бетіне қарады. «Сен тірісің», деді ол әрең. «Мен сені іздедім». Бала да үнсіз қалды. Оның да көзінде түсінбеушілік пен жылдар бойғы сағыныш араласқан сезім тұрды. Ирина баланы құшақтады. Қатты жібермей. Көп жылдық үміт, жоғалған махаббат, қайғы, бәрі сол бір құшақта тоғысты. Ал сыртта күн баяу батып бара жатты. Бірақ бұл жолы Ирина үшін түн емес. Жаңа өмір басталған таң еді. Осымен бүгінгі оқиға осындай ауыр әрі әсерлі сәтпен аяқталды. Ирина өз ұлын ұзақ жылдардан кейін қайта тапты. Бірақ оның күресі енді ғана басталды. Егер сізге осындай тағдыр, шын өмірге ұқсас драмалық оқиғалар ұнаса, каналды қолдаңыз. Лайк басып, пікірге өз ойыңызды жазыңыз. Ирина бұдан кейін не істеуі керек? Сіздер үшін ең маңыздысы осындай оқиғалардың жалғасын жасау. Сондықтан кері байланыс қалдыруды ұмытпаңыз. Каналға жазылып, қоңыраушаны қосып қойыңыз, келесі оқиға бұдан да қызық болады.